атындағы номер 14 орта мектебінің 11 сынып оқушысы Мұрзабай Ерасыл есімі. Сіздің аузыңыздан естігіңіз келіп отқан сөз Қаныбек Сарыбаев сіздің ұстазыңыз, ұстазыңыз туралы көп нәрсе білесіз деген ойдамыз. Енді сол туралы бір-екі әңгіме өрбітсеңіз. Қаныбек ағамыз менің ғана емес, осы мен қатарлы осы оңтүстіктен шыққан біраз ақын қыздарынан, жігіттердің ұстазы, әдіскер ақындардың да, жазба ақындардың да ұстазы болып келеді. Енді өзіме келер болсам, сол мектеп қабырғасында жүрген кезде 88 жылы алғаш рет оқушылар арасындағы айтыстарға қатысты отырар ауданында мектеп аралық оқушылардың айтысына қатысты алғаш рет ұйымдастырылып, сол аудандар арасында, ол жалпы республикада тұңғыш рет сол мектеп оқушыларының арасында ұйымдастырылған айтыстардың бірі болатын. Сол айтысқа қатысты, сол айтыста енді ауданның барлық мектептері қатысты, бірақ соның ішінде осы ақындыққа бейімі бар деген балалардың барлығын іріктеп алып, ішіне осы Қаныбек ағамыз бен Әсемхан Қалыбек апайымыз екеуі бізді мәдениет сарайына жинап, сол жерде бізге осы ақындықтың қыр-сырын үйретті. Жалпы өлең дегеннің не екенін, өлең жазу дегеннің не екенін, өлең шығару дегеннің не екенін үйреткен алғашқы біздің ұстаздарымыз осы Қаныбек Сарыбаев ағамыз бен Әсемхан Қалыбек апайымыз. Оған дейін кейбіреулердің бойындағы бар аз-кем талантымен қатысты айтса, кейбіреулері жаңағы ұстаздарының, ата-аналарының жазып берген өлеңдерін жаттап алып барып қатысты. Енді жүрген өзі дегенде басталу өзі әртүрлі болады. Ал кейін соларды шын мәнінде осы өнерге баулып, өлеңге деген махаббатын оятқан біздің алғашқы ұстазымыз. Менің есімім Ерасыл, Сунапбай Ерасыл, 11-ші А сынып оқушының жүріс түлекпіз. Енді келер жылға Қаныбек атамызға 85 жылдық мерейтойына айтыс ұйымдастырасыз ба, әлде қандай жоспарларыңыз бар, іс-шаралар бар ма? Біз Қаныбек ағамыздың 80 жылдығына да үлкен шаралар ұйымдастырсақ деген ойымыз болған, бірақ оның барлығы осы облыстың құрылуымен тұспа-тұс келді, қарбалас келген. Түркістанды жан жүрегімен сүйіп жырлаған ақынымыз Түркістан Сарыбаев аталарымыз деп айта аламыз. Қайда жүрсе де Түркістан жырлаған. Шығармашылық жолына қарап жүрсе, мысалы Өзбекстанда жұмыс жасаған, сол жылдары жүріп Түркістанның аңсап сағынып жазған өлеңдері. Іргеде тұрған, отырар ауданында тұрып, Түркістан деп жазған өлеңдері. Түркістанға көшіп келгенде сол 2000 жылдары жаңасы Түркістан жайында тіпті бұратып өлең жазды. Түркістанның әрбір кешіне арнап, әрбір таңына арнап, осында болып жатқан оқиғаларға арнап, әсіресе мынау 2000 жылы Түркістанның жарым жылдық тойы тойланды ғой. Сол кезде Түркістанға арнап көптеген шығармалар жазды. Ал бұдан бөлек Қаныбек ағамыз заманның жыршысы деген заманның осы уақытында осы қоғамда болып жатқан оқиғалардың барлығына үн қосып отырды. Осы қоғамда қандай елеңдер, қандай оқиға болсын, соны дәлмен үн қосып отырған. Оны енді әр ақын өзінің заманның жыршысы дейді, сол тұрғыдан қарасақ, заманынан, уақыттан қалған ақын емес. Қаныбек ағамыз болса, халықты бір қадам ілгері жылжуға шақырып отырған ақын. Көресіз бе? Сол сізге ұқсатамау дейтін. Сондай бойында дарыны бар. Менің Қанекеңе мынау өлең жазу стилін тұрғысынан ұқсататын бір ақыным бар. Ол Бауыржан Халилұлы деген жер. Бауыржан Халилұлы деген өзі айтыскер ақын, мықты жазба ақын. Батыс Қазақстан облысы бойынша жазушылар одағының филиалының директоры, айтыс ақындар мен жыр термешілерінің халықаралық одағының батыс өңірі бойынша филиалының директоры, белгілі ақын, мойындалған ақын. Осы Бауыржан бауырымыз осы жазу стилі, тіпті мінез құлқына дейін осы Қаныбек ағамызға қатты ұқсатады мен өзім. Оны көрсем сол кісінің бір протестін көрген сияқты болған өзім.
өлеңдеріне адам мінезі келгеннен кейін оның енді өлең болса ары қарай заңдылық шығар. Сондықтан осы табиғат ұқсайтын бір ақын деп осындай Бауыржан Хайланов екен. Енді ол кісі Бауыржанның Қанекеңнің тікелей шәкірті емес, бірақ Қанекеңнің шығармашылығын қатты құрметтейтін ақын. Ойлайсыз ба? Қандай тұстарына қызығады сол қандай енді Қанекеңнің өзін таңдаған тұсы тапқырлығы, құрлығы, кез келген оқиғадан, кез келген оқиғаға байланысты кез келген ақын өлең жазуы мүмкін. Бірақ бұл кісі өзіне тән стильмен, басқаша адамның ойына келмеген тұстан алып шығарады сол оқиға. Бұл қиялдың ұшқырлығы деп ойлаймын. Сосын өлеңі өте шебер. Сосын ешқашан жаңағыдай көлемі болмайтын ақын. Біз жаңағы ақындарымыздың, жазушыларымыздың да кейбіреулердің көлемі болып кетеді. Әу баста ақын қалай қалыптасса солай дағдыланып кетеді ғой. Кейбіреулер өлең деген 10 жұмбақтан ары қарай болу керек деп есептейді. Бір оқиғаны жазу үшін. Ал Қанекең бір оқиғаға бір-ақ жұмбақ өлең арнау. 2 жұмбақ та емес, бір-ақ жұмбақ. Сол сәттегі нәрсені кәдімгі бір тамшы болса, түсіп бір тамшыдай болып, бір-ақ жұмбақ өлең арнау. Бірақ ол шымыр тас түйін жаңғақтай қатты. Сондай жұмбақтар өлеңнің ішінде кітаптан ішінде естір. Ұзын сонар жырлайтын ақын емес. Осы қазір заманның ақын ғой деп ойлайсыз. Шақ, нақты ой, қысқа нұсқа шымыр жырлайтын ақын. Сол қасиеті өзімде, маған емес, көпшілікке сол қарамайды. Сізге үлкен рахмет, Бекарыс Ақсақалұлы. Осы дәл қазіргі таңда балаларымызға әдебиет туралы, адалдық алаңы деп жатамыз. Ақынымыздың жырларында сол шындықты айтып шақырған тұстары өте көп көрінеді. Мен өзім ұстаздармен бірге бірлесіп, әр жылында сондай туралықты, шыншылдықты қалайтын бала болып өссек деген ниетіміз бар. Сол жырларды Валенсия минутына ендіруге болады деп жоспарлап отырмыз. Ал енді өзіңіз талай бәйгенің бас жүлдесін жеңіп алған Қаныбек Сарыбаева атамыздың ерекше шәкірттерінің бірісіз. Түркістаннан түлеп ұшып, 2 түлегіміз Алла бұйыртып, облысқа жолдама алып жатыр. Сол 2 жас ізбасар қырандарыңызға деген ақ тілегіңіз. Енді қазіргі уақытта жас жеткіншектердің былай шығармашылыққа мойындырып жатуы, оның ішінде поэзия әлеміне құлашып жатуы, оны жай сүйіп жақсы көріп қана қоймай, оны зерттеуге ұмтылып жатуы бұл қуанарлық нәрсе. Жалпы қандай азамат болса шығармашылықпен айналысса, ол өте жақсы. Себебі шығармашылық оның өрісін ашар былайша айтқан кезде. Шығармашылықпен айналысқан адам еңбектің қадірін біледі. Шығармашылықпен айналысқан адам өмірдің сырларын ұға бастайды. Шығармашылықпен айналысқан адам соның ләззатын алады ең басты. Жасаған жұмысының ләззатын. Отырғыда жасап отырған жұмыстарыңызда, мына жаста болса зерттеу жұмыстарыңызға мен табыс тілеймін. Қанекең Қаныбек Сарыбаев туралы дипломдық жұмыстар бар, біраз жасалған. Қателеспесем магистрлік жұмыс болу керек жазылған. Осы айтыс ақындарына қатысты, оның ішінде оңтүстік айтыс ақындарына қатысты. Евразия университетіне келіп, магистрант іздеп, мен осындай өздері сияқты сұхбат алып, магистрлік диплом жұмысын ары қарай кандидаттық жұмысқа ұластырамын. Ар жағын әрі жағдайын дейін. Сондықтан Қанекең зерттеліп жатқан ақын, әлде зерттеліп Қанекеңді зерттеуіне адамға қиындық ғой, керісінше қызығушылығын, оқыған сайын қызығушылығын арттыра бастайды, тудыра бастайды. Себебі бұл кісі қоғамның ортасында жүрген ақын. Біз ақын десе бәріміз бір басқа планетада туған біреу сияқты ойлаймыз ғой, тек адамзаттық деңгейде ғана ойлайтын, төмендегі жай тұрмыс тіршілікке қарамайтын деген сияқты. Жоқ, бұл кісі күнделікті көшеде жүрген адам қандай күй кешіп бара жатыр, соны жырлайды. Керекті адамның жан дүниесін түсініп, және өзінің жүрегін өткізіп, соны өндіріп, өлең деген неге алғанға. Сонысымен де тартымды болған екен. Сондықтан осыны деген дегенмен ойлайтын сияқты жетістік. Қанекеңге ғана пайдалы емес, шығармашылық мәселелер өздеріңіздің де өмірлеріңізге өзек болады.
нәтижелі жұмыс жасап жатсыздар табыс тілеймін. Сізге